Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал жалынып: «Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші», дейді. «Неден пісірейін? Ұны жоқ қой үйде». «Әй, кемпірім-ай, қойманың түбін қырнап көрсеңші, бауырсақтық ұн табылып қалар». Кемпірі қойма түбін қырып, екі уыс ұн табады да қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Ол бауырсақты суысын деп терезенің алдына қойып қояды. Бауырсақ терезенің алдында суып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Терезеден аулаға қарай домалап, одан әрі қарай домалап кете береді. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан бір қоянға жолығады. «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді. «Қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Одан да сен соны тыңда. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес бұл маған», деп бауырсақ алға қарай домалай жөнеледі. Қоян болса аңырқап қала береді. Бауырсақ орман ішіндегі соқпақпен зымырап келе жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді қасқыр. Бауырсақ әндете жөнеледі. «Әжей қоймақ қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым. Қасқыр, сенен құтылу қиын емес бұл маған», деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қасқыр аңырқап қала береді. Бауырсақ қасқырдан құтылып, орман ішімен домалап келе жатса, қарсы алдынан қорбаңдаған аю шығады. «Әй, бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді. «Жоқ, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін», деп жауап береді бауырсақ. «Әжем қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым. Маймақ, сенен құтылу қиын емес бұл маған», деп бауырсақ домалай жөнеледі. Бауырсақ домалап, зымырап келе жатса, алдынан бір түлкі шығады. «Амансың ба, бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы». Бауырсақ мақтағанға мәз болып, өлеңін айта бастайды. Түлкі болса, тыңдаған сияқты болып, бауырсаққа жақындай береді. «Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес бұл маған», «Әдемі өлең екен», дейді түлкі. «Айналайын-ай,
қартайған шағым ғой. Құлағымның мүкісі бар. Қане, менің мына тұмсығыма шық та, өлеңді тағы бір шырқап жіберші, дейді түлкі. Бауырсақ өлеңін мақтағанға мәз болып, түлкінің тұмсығына қарғып шығады. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, деп өлеңдете бастағанда, түлкі бауырсақты ап етіп жеп қояды. Түлкі өзінің қулығымен бауырсақты осылай жеп қойыпты. Бауырсақ атасынан да, апасынан да қашып, қояннан да, қасқырдан да, аюдан да қашып, ақырында түлкіге бұйырыпты. Назарыңа рахмет, сау бол.